Так, міне серіктестер. Бұда міне мынау бетонный мешалка. Мынау бетонный мешалка. Бұл бетонный мешалканың ортасын алып тастап, анда тесіктері бар міне. Тесіктері бар. Тесіктеріне міне болт қатырып, болт қатырғанбыз. Барлық тесіктеріне болт қатырғанбыз. Кейін мынаның арасы бір так 2,5 метр шамасы. Мынаның арасы 2,5 метр, 2-де 4 неменен яғылғанбыз. Сваркілеткем 2-де 4. Мынаны идергеміз ортасындағы нені тұмалақ қып идеруге болады. Идеріп істегеніміз сөйтіп, міне жалғағанбыз осыған міне. Ана жақты, міне мына жағы, жаңағы екі шетінен болт тесіп, қатырып қойған, астында да 4 жерден қатырған болды. Так, кейін мына жаққа жаңағы дискіні жалғаған. Жанына дискі жалғағанда, дискі міне ішіне дискі жалғағаны кейін мына жағына дөңгелек ролик алғанбыз. Міне ролик. Ролик қатырғанбыз да, міне 4 бұрыш тұрып аяқ істегенбіз да, şimdi тұра береді, алып салына береді. Осыған айланады мынау. Мына ішіндегі бірінші 2-де 4 сетканы сыртынан істеген, оның ішінен 0-де 5 сетка істеген. 0-де 5 сетканы оның сыртынан қатырғанбыз міне. 0-де 5. Міне мынандай мен қатырған міне. Ұста істеген ғой. Ішінде солай қатырған. Болды, мына жақтан саласын. Мына жақтан саласын бүйегімізді, мына жақтан өз ортасына түсе береді. Майда жаңағы жұмчан слаушандар меріп түсе береді. Міне аяғы бар кәдімгі. 100 мың теңге алған бұны бетонный мешалканы. Стройка істесем, әрі стройка істетем. Әрі мына неге елеуге жақсы деп осын істетіп болғам. Міне бұны көтеріп алып салына береді аяғы да. Аяғымын алым салына береді. Көтеріп алып салына береді. Просто мынау ұзын қылмасаң өз айлана береді, бірақ болмайды екен. Мына жағына бір түре бермесем деп өзім ойлап, осы нені құрастырып істеттім ұстаға. Түк қиыншылығы жоқ бұның. 100 мың теңгеге алса, мына бір жағы 20-30 мың теңгеге бітеді.